Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Мен оны сүйген жоқпын. Сүймек түгілі жүрген жоқпын. Студент кезім. Колледжде оқимын. Қазақтың көп қыздары сияқты алып қашудың құрбаны болып, небәрі 17 жасымда бір шаңыраққа келін болдым. Қуғыншылар да қайтып келген қыз жаман, балдай батып, судай сіндеп қалдырып кетті. Амал не? Салттан аса алмай босаға аттап қала бердім. Обалы нешік тойымда болды. Ақ көйлекте кидім. Алайда, тура тойдың алдында өзге түгіл өзімде күтпеген, білмеген жағдай орын алды. Анамның сіңлісі үйге арнайы келіп, күйеуімен жеке отырғызып қойып, сен енді күйеу болдың, бізге жат емессің, білуге тиістісің. Ал жиенім, сенің әкең Дәулет аға емес. Сенің атанаң сенің кішкентай кезінде ажырасып кеткен. Сенің әкең ана 3 ұлдан бөлек. Ол сонау батыс жақтың азаматы. Аты Ескендір дегенде не сенерімді, не сенбесімді білмей қалдым. Жаныма батқаны, маған ауыр тигені соншама өксіп жыладым. Жолдасым басу айтып жұбатқандай болды. Нағашы тәтемнің төбемнен су құйғандай мұндай жағдайды тосынан айта салуы кейінгі отбасылық өміріме көп зиянын тигізді. Қазіргі әкемді маған туған емес деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Мені әкем тарапынан да алалау, шетке қағу болмаған. 3 бауырымды отырғызып қойып, қызымның ешқашан көңілін ауыртып, жанына жара салушы болмаңдар. Менің қызыма тиіспеңдер. Менің қызым ақылды дейтін. Маған ешқашан ешкімді тигізгенде емес, бетіме қаратқанда емес. Әкемнің арқасында ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс болды. Әкем мені ерекше жақсы көрді. Мен де әкеме жақын болдым. Енді келіп, сол адамнан тумағансың дегенге не айтайын? Қалайша, мен бұл әкемнен тумаймын. Мен ес білгелі әке деп таныған адамым қалайша әкем емес. Сенбеймін, сенгім де келмейді. Маған басқа әке де, басқа көке де керек емес. Менің әкем осы. Басқа ешкім де керек емес. Ақыры осындай шешімге келдім. Тойда өтті. Жаңа орта, жаңа үйде отбасылық өмірім басталды. Қайын атам ерте қайтыс болып кеткен екен. Үйде енем, күйеуім мен үшеуміз ғана. Бір қайын сіңлім болған екен. Жасөспірім кезінде асылып өліпті. Содан кейінде енем қалған жалғыз ұлын бетінен қақпапты. Күйеуім басында керемет жақсы қарады. Асты үстіме түсіп, бір ай бойы менің бақыттан басым айналып, сондай ғаламат күйде жүрдім. Енем де мені жақсы қабылдады, артық ештеңе жасатпады. Сен күйіп қаласың деп тамақты да өзі жасайтын. Алайда, менің бақытты күндерім бар болғаны бір ай ғана болды. Той өткен соң, тура бір айдан соң күйеуім өзгеріп сала берді. Басқа, әкемнің басқа екенін бетіме басып, тексізсің деп тиісетін болды. Сөзбен тиісіп қана қоймай, қолда көтереді. Жазықсыздан жазықсыз жеген таяғым тіптен жаныма батты. Сонда да, үмітсіз шайтан деп, әлі бәрі жақсы болып кетер, әлі бақытты болып кетерміз деп үміттеніп жүре бердім. Оның үстіне ажырасу дегенді ойыма да алғым келмейтін. Ажырасып ата-анамды жерге қаратып, қызы қайтып келді деген атқа қалдырғым келмеді. Сөйтіп жүріп, аяғым ауырлады. Басында алып қашып келгенінде үйіп төккен уәдесін бірінде орындамады. Жоғарғы оқуына түсем, оқимын, білім аламын, мықты маман боламын деген арманым көзден бұлбұл ұшты. Тек колледжбен шектелдім. Күйеуім не жұмыс істетпеді, не үйден шығармады. Басқан әрбір қадамымды андып, көлеңкесінен қызғанып, ұрып-соғып, әбден ығырымды шығарды. Таяқ жегенім үшін де өзімді кінәлі етіп қоятын. Аяғым ауыр екеніне де қарамайтын. Шіркін, сол кездерде енем бір арамызға түсіп, ұлына басу айтпады ғой.
Күйеуіме мен кетпеймін, қаламын, қасыңда боламын, қол көтергеніңді тоқтат деп қанша рет айттым. Қоймады. Сөйтіп жүріп өмірге бірінші қызымды әкелдім. Енем 40 күн бойы күтіп баптап қарады. Енемнің осы босанғаннан соңғы маған жақсылықтарын жоққа шығармаймын. Мұндай жағынан енем ең жақсы түсінігі мол адам еді. Тек ұлына қой демейтіні болмаса. Қыз бала тұрмысқа ажырасам деп шықпайды ғой. Мен де солай отбасы болып кетуге кішкентай ғана ұямды сақтап қалуға тырысып, бәріне шыдап, бәріне көніп жүрдім. Темірді де ұра берсең майысады не сынады ғой. Дәл солай менің де шыдамым шегіне жете бастады. Тілім де шықты. Денемді шымшып көгертіп тастайтын байымнан әбден мезі болдым. Жек көріп кеттім. Оған деген еш сезімім де, құрметім де, сенім де қалмады. Десе де, солай болса да тұрар берер медім. Кім білсін, егер енемнен көңілім қалмағанда. Баласының қылығын айтып шағымданғанымда, өзіңнен де бар ғой дегеніңде бітті дедім. Болды, жетерлік. Мені енді бұл үйде ұстап тұратын, мен арқа сүйейтін ешкімім жоқ. Менің енді шыдамым да, төзім де жоқ. Әрі қарай бұл отбасында қалып, есерсоқ ауру күйеудің грушасы болмаймын деп шештім де, қызымды алып кетіп қалдым. Артыма қайрылмастан кеттім. Екінші қызыма аяғым ауыр екеніне қарамастан кеттім. Сол кеткеннен мол кеттім. Кері қайтпадым. Екінші қызымды өмірге әкелдім. Ажырастым, соттастым. Алиментке бердім. Сотта күйеуім еш алмастан, жағдайым жоқ, жұмысым бар, бірақ айлығым аз деп, жылап еңіреп, ең төменгі мөлшерде алимент тағайындатып алды. Мына сорлыға еш дауа жоғын түсіндім де қойдым. Кішкентай қызым аяғым ауыр кездегі күйзелістің әсері ме, денсаулығы нашар болды. Қызым жылап, таң атқанша ұйықтамай, бірге жылаған күндерім де болды. Дәрігерден дәрігерге қараттым, емдеттім, бәрін де өткердім. Қайтып келген қыз болу өзіме де оңай болған жоқ. Ата-анамды жерге қаратып, қайтып келгенім үшін өзімді үнемі кінәлі сезіндім. Бұрынғы жолдасыма деген жек көрушіліктен арыла алмадым. Қырсық қылғанда екінші қызым әкесіне тартты. Оны үйге келген туысқандар әкесінен аумайды. Әкесінен аумайды деген сайын жүйкем жұқарды. Бұрынғы күйеуімді жек көрген үстіне жек көре бердім. Маған көрсеткен соншама азабы мен қорлығы үшін жек көрдім. Өзімді қорлауға, маған қол жұмсауға жол беріп қойған өзімді де жек көрдім. Жазықсыздан жазықсыз таяқ жеген күндерімді жек көрдім. Бұрынғы күйеуімнен өткен әрбір күндерімді де жек көрдім. Жек көрушілік сезімнің күшті болғаны соншама қыздарыма да еміреніп, мейірленіп, барлық махаббатымды төге алмадым. Ана екенімді, қыздарым үшін жауапты екенімді саналы түрде түсініп, міндетімді өтегенімен махаббатпен қарамадым. Қыз шіркін, жат жұртқа кетіп үйіне төркіндеп келсе ғана қадірлі ғой дегенмен. Әкемнің арқасында маған ешкім ештеңе айта алмады. Әкем ешкімнің менің көңіліме келіп, үйде өзімді бөтен сезінуіме жол бермеді. Мен қайтып келгенде, ең бірінші түсініп қабылдап, маған сүйеу болғанда, артымнан келген күйеуіме қызым енді бармайды. Әбәдемі гүлдей қызымды ұрып-соғып тоздырып жібергенсін. Енді көрмегенім сен бол. Қайта келсең, ондырмаймын деп кесіп айтқанда әкем еді. Әкемнің арқасында ажырасудың барлық қиындықтарын еңсердім. Біраз уақыттан соң ауылдағы нағашы әжемнің қолына көштім. Осылайша жағдайым реттеліп, бәрі жасарып келе жатты. Енді менің көңілімде тұрған бір түйткіл болды. Және маған сол түйткілдің шешімін табу керек еді. Мен қанша қаламасам да ақиқатты қабылдауым керек екенін түсіндім. Менің туған әкем бар, тірі. Бір жерде тіршілік етіп жүр. Мені іздемесе де, келмесе де, маған әке болмаса да, менің өмірге келуіме себепкер болған адам. Мен ол адамды көргім келді. Туған әкем жайлы, тегім жайлы білгім келді. Осылайша екі қызымды алып,
әжемді ертіп мен өмірі көрмеген, білмеген туған әкеммен танысуға аттандым. Таптым, бардым, таныстым. Бәрі мені жылы қарсы алды. Кездесу, танысу бәрі жақсы өтті. Өзім жайлы, тегім жайлы бәрін біліп, қонақ болып көңілім жайланып қайттым. Енді менің екі әкем бар. Тапқан әкемді де қабылдадым. Баққан әкеме деген құрметім, махаббатым шексіз. Өмірім осылайша бір қалыпқа түсті. Екі қызыммен ауылда тұрып жаттым. Арада 2 жылға уақыт өтіп, тіршілігіміз өз арнасына дөңгеленіп жатты. Бәрі де жақсы еді. Тек кешке зәремізді алып, жанымызды езіп кеткен телефон қоңырауы болмағанда. Бұл жолғы оқиға мені әбден күйретіп, өкініштің отына жағып кетті. Тағдырымның бұл тосын сыйы мені мұнша сергелденге салып, өкінішке өртеп кетерін ерте білгенімде ғой. Білмедім әттен, сезбедім де әттен. Аяқ астынан келген қаралы хабар есеңгіретіп жіберді. Өнім не, түсім не екенін ажырата алмай қалдым. Табанымның астынан жер көшіп кеткендей болды. Басында сенбедім, қабылдай алмадым. Әкем тірідей, бір жерде жүргендей, мен келгенде үйде, қызым келді деп маңдайымнан сүйіп қарсы алатындай сезілді. Бірақ әкемнің енді жоғы, әкемнің рабысына қайтқан ақиқаты амалсыз көнуге мәжбүрледі. Аның ісіне көнбеске амал жоқ еді. Әкемнің қазасы жаныма бітпес жара салып, өзегіме өкініштің отын жағып кетті. Тірі кезінде әкеме ешқашан жақсы көретінімді, құрмет тұтатынымды айтпағаным үшін, оған қолдау беріп, перзенттік парызымды өтей алмағаным үшін қатты өкіндім. Әкеме айта алмай қалған оған деген шексіз балалық сезімдерім ішімде қалып қойды. Қанша өкінсем де, қанша жыласам да, әкем енді жоқ. Ол қайтып келмейді. Оны енді көре алмаймын. Оны енді құшақтай алмаймын. Оған енді еркелей алмаймын. Әкемді енді түсімде ғана көріп, дұға ғана бағыштай аламын. Әкеммен енді ойымда ғана тілдесе аламын. Әкемнің қазасы мен үшін жай қаза емес, орны толмас жоғалту болды. Әкемнің қазасы менің өмірімді өзгертіп жіберді. Әкем қайтқан соң менен де билік кетті. Әкем кеткен соң мен ешкімге сөзі өтпейтін біреуге айналдым. Сол аралықта үлкен қызымды бұрынғы күйеуім демалысқа алып кері қайтармады. Оны тартып алуға менде күш те, тірек те болмады. Бәрі керісінше, алма, сонда қалсын, баға алмайсың деп үгіттеді. Сөйтіп үлкен қызым сол беті әкесінде қалды. Бірінен біріне жалғасқан осындай оқиғалар мені аяқтан тұрғызбай әбден торлады. Ажырасу да, әкеден айырылу да еш оңай болған жоқ. Әкемді сағынғанда әлі күнге дейін көз жасымды төгіп аламын. Қайтып келген қыз кімге сүйсін? Әкем барда баталмай жүргендер енді шабуылға өте бастады. Жан жағымнан түртпектеп, шұқылаған сайын, мен де өзімді онан сайын кінәлі санап төмендей бердім. Соныңда өзіме сенімі, ертеңгі күнге үміті жоқ жанға айналдым. Бар ойым, бүйтіп отырып, бәріне сүйкімсіз болып жерге қаратқанша, көзімді құртып кету болды. Іздегенге сұраған деп тап осы кезде бір жігітпен таныстым. Жігіт емес-ау, жігіт ағасы еді. Әкесіз, қорғансыз қалып, жапан түзде жалғыз қалғандай сезініп жүргенімде осы жігітке қараптан қарап махаббатым ашылып, ғашық болдым. Мені оның отбасы бары да, жасының менен үлкейі де, есейіп кеткен балаларының бары да тоқтатқан жоқ. Махаббатымнан бас тартпаймын, іште сезімімді тұншықтырмаймын. Әкеме көрсете алмаған қолдауды осы жігітке көрсетем, бағын ашамын, бақытты боламын деп шештім де, қызымды алып, сол жігіт тұрған қалаға жолға шықтым. Барған соң жігітпен кездесіп таныстым. Маған оның ұлтына деген ерекше махаббаты, сүйіспеншілігі қатты әсер етіп, оған деген сезімі мен құрметім арта түсті. Алғашқы кездесуден соң, бір апта өткен соң мұсылманша неке қидырып, екінші рет тұрмысқа шықтым.
Бәрі де ойлағанымдай, армандағанымдай болды. Сүйгеніме тұрмысқа шығып, сүйікті болдым, бақытты болдым. Адам айтса нанғысыз сезімдерді бастан кешірдім. Ол жайлы ел не айтса да ешқайсына мән бермедім, құлақта аспадым. Оған деген сезімім көзімді байлап, онымен бірге болып бірге өмір сүрем дедім. Махаббаттың құдіреті күшті ғой шіркін, сүю де, сүйгеніңе сүйікті болу да ғажап. Сүйгеніңе еркелеп онымен бірге махаббат бағында қол ұстасып бірге жүруде, айдын көлде қатар жүзген қос аққудай жұбың жазылмай құштарлық құшағында тербелуде ғажап емес пе? Адам басқаны құлай сүйгенде, ғашық болғанда көзсіз болады екен. Ақылы маталып, тек жүрек сөйлейді екен. Мен де сондай күйде болдым. Күйеуімді ессіз сүйгенім сонша оның барлық кемшіліктеріне көз жұмып қарадым. Көзіме көрініп тұрған қателіктерді көрмедім. Өзге түгіл, оның туыстарының маған жаны ашып айтқан ақыл кеңестерін күйеуімнен ажырату үшін айтып тұр деп қабылдадым. Маған оның туған тәтесі, сен одан қол үзде, менің үйімде осылай тұра бер. Қол үзбесең кет дегеніне де тәтесі мені ажырастырып, отбасымды бұзбақшы деп оның үйінен түн ішінде шығып кеттім. Түн ішінде үлкен қалада, қалтамда көк тиыным жоқ, көшеде жалғыз қалдым. Күйеуіме хабарлассам келмеді. Амалсыз бір танымал қызға хабарластым. Шіркін, асыл жан еді ғой, ардақты жан еді. Екі сөзге келмей үйіне шақырды, қонақ етті. Жұмыста тауып берді, ақылында айтты. Сол жерден болды. Енді өзімді бағалаймын. Ешкімнің мені ренжітуіне жол бермеймін. Жұмыс істеймін деп бекініп шықтым. Жұмысқа да тұрдым. Енді жұмысымда тұратын жерім де бар, көңілім орнықты. Алайда күйеуімнен қол үзе алмадым. Ол хабарласып, кездесуге шақырса шығып жүрдім. Оны адам қылам, тіреу болам, қолдау көрсетіп жетістікке жеткізем, қайтсем де осымен отбасы болам деп өзіме мақсат қойдым. Сол мақсаттан еш таймадым. Ол үшін бәрін жасадым. Бірақ менің талпыныстарымның бәрі еш нәтиже бермей, еңбегім еш кетті. Жолдасым жұмыс жасағысы келмейтін жалқау болды. Бар жұмысы көңілі қалағанда такси болып, тиын тебен табу. Ол тиын тебеніне ішіп төбелесіп жүреді. Өзім жұмыс істеп жүрген соң, оның бұл жүрістері білінбеді. Үнемі ол мені емес, мен оны киіммен, екеуміз жеке квартираға барғанда пәтер ақысымен, ішетін жейтінмен қамтамасыз еттім. Керек десең, оның бірінші әйеліне, ондағы балаларына деген заттарын тапсырыс беріп, сыйлық жасадым. Қызының еміне дейін көмектестім. Өзімді оның отбасының бір мүшесі санап, бәйбішесінен балаларынан ештеме аямадым. Бәйбіше мені қабылдаса да көндіге алмады. Қабылдаудың өзінде өз еркімен емес, күйеуіміздің қорыққаннан амалсыз қабылдады. Күйеуімнің қызу мінезін пайдаланып, ортаға от салып отырды. Мен ақымақ, осының бәріне төзіп шыдап, отбасы болам деп жүре бердім. Солай жүргенде аяғым ауыр екенін білдім. Қатты қуандым. Осы күйеуімнен ұл табуды қаншама армандап едім. Тілегім қабыл болды. Дәл осы кезде жұмыстан шықтым. Бір құрбыммен пәтер жалдадым. Алайда күйеуім сол бұрынғы жүрісінен танбады. Өмірге бала келетіні де, ол балаға қамқорлық керек екені де оны еш өзгертпеді. Аяғым ауыр кезде қиналғаным соншама. Не жерік асымды жемедім, не тойып тамақ ішпедім. Сөйтіп жүріп өмірге ұлымды әкелдім. Күйеуім баға да қарай да алмады. Сол кезде бауырым көмектесті. Бала шағаммен үйіне шақырды. Тағы да төркініме келіп, бауырларыммен бірге тұрдым. Күйеуіме, сен жұмыс істеп жағдай жаса, мен саған уақыт беремін, бірақ ештеме сұрамаймын деп кеттім. Күйеуім осыдан соң бірде түзеліп, бірде бұрынғы әніне басып жүрді. Мен төркінде жаттым. Арада жыл өтіп, балам 1 жастан асқанда күйеуіме қайтып, онымен бірге таудағы фазендаға бардым. Мал бақтым. Ай далада, ессіз далада, қақаған қыста қасында боламын деп бардым. Бірақ
Бірақ өзгерген адам болуға ұмтылған күйеуім болмады. Не маған, не баласына жылуы жоқ. Керек десем қолда көтерді. Бар жұмысы телефоннан ойын ойнап жатады. Түзетем, адам қылам деп жаным ашып айтқан сөздерім үшін босқа таяқ жедім. Сонда да соңына дейін бардым. Әбден көңілім қалғанша шыдадым. Ақыры соңында артық таяқ жемеу үшін артық сөйлеуді де мән беруді де қойдым. Қызымды сағындым. Шешеме барып келем деп бір сылтау айтып, бір күні ұлымды алдым да тайып тұрдым. Сол кеткеннен мол кетіп, қайта оралмадым. Арамызда заңды неке жоқ болған соң соттасып қиналып жатпадым. Төркініме қайтып келдім. Өмірімді қайтадан бастап, өзімді жақсылап қолға алдым. Арпа ішінде бір бидай болып, 3 жылдың ішінде еркелеп өскен менің басымнан тура осындай тағдыр өтеді деп еш ойламаппын. Тіпті 3 ұйықтасам да түсіме кірмепті. Бірінші некемде амалсыз қалсам, екінші жартаңдауда оңбай қателестім. Оның себебі бірінші некеден ішімде қалып қойған, мен шешілмей қалған түйткілдер екенін түсіндім. Түсіндім де, мәселенің салдарымен емес себебімен жұмыс жасадым. Еңбегім өз жемісін берді. Жылдарға созылған депрессиядан шықтым. Бар назарымды балаларыма аудардым. Өзіме деген өзімнің қарым-қатынасымды өзгерттім. Ең бастысы, өзімді бағалауды, сыйлауды, құрметтеуді үйрендім. Енді еш жерге барып, өзімнің алтын уақыты мен денсаулығымды жұмсағым келмеді. Сол себепті де бұрыннан арманым болған жеке кәсібімді аштым. Шағын болса да, жақсы жерден орын алып, сұлулық салонын аштым. Басында онша жұмыс жүрмеді. Қызмет көрсету мен жұмыстың сапасын жақсарту арқылы жұмысымды алға басты. Мықты мамандардан команда жасақтадым. Енді менің бос уақытымда, ақшамда болды. Ендігі жерде елге, жұртқа пайда келтірсем, бір керекке жарасам деген арман ғана болды. Тағы немен айналыссам, не жасасам, еліме пайдалы бола аламын. Ертең қазыналы қарттық келгенде Алланың өлшеп берген ғұмырын құр босқа емес, мынандай іс тындырдым. Артыма өшпес із қалдырдым деп, өкінішсіз боламын деп көп ойландым. Осындай жүрген бір күнде құрбым қонаққа шақырды. Шәй үстінде екеуміз ананы мынаны айтып, өткен кеткенді әңгімелеп көп сырластық. Бұл құрбыммен әлеуметтік желіде танысып, ұлыма аяғым ауыр кезде бірге тұрып, содан бері үнемі араласып кеткенбіз. Бір-бірімізге үнемі қол ұшын беріп, көмектесіп те тұрамыз. Солай отырып, екеуміз де осылай елге, жұртқа пайдалы болғымыз келетінін, өзіміздің ғана емес, өзгенің де қамын жейтін, бір керекке жарағымыз келетінін айтып, түсінісіп жоспар құрдық. Көп өтпей, екеуміз бірлесіп бала оқытатын орталық аштық. Арнайы жоба жасап, оқыту программасын, техникасын жасадық. Орталықтың басты мақсатын коммерциялық емес, ұрпақ тәрбиесіндегі басты маңызды істерге қойдық. Өзіміз жеке қаржыландырып, әртүрлі үйірмелер аштық. Біздің басты мақсат елдің, отанның қамын жейтін ұрпақ өсіру болғандықтан, соған арнайы ашылған үйірмелерді тегін еттік. Екеуміз де айналып келіп, осы ісімізден мән таптық. Балалармен жұмыс жасау бізді де өсірді, шыңдады, жетілдірді. Ісімізге Алла берекесінде үйіп төгіп берді. Басымызға атақ та, абырой да берді. Қайда барсақ та қадірлі қонаққа айналдық. Біз оқытқан балалар қоғамға пайдалы болсам деген асыл мұратпен өсіп келеді. Телефонға беріліп кеткен, комфортқа жұтылып кеткен, жасөспірім шақтағы өзгерістерден агрессияға бейім болып кеткен балалар бізге келген соң 2 айдағы өзгеріп, әдепті, тәртіпті болып шыға келеді. Ең бастысы, көкірегінде елге қызмет етем, жұртыма пайдалы боламын деген арман пайда болады. Бұл жолы оңай емес. Азабы мен машақаты көп, ұзақ жол, сапар жол. Әсіресе етегіне оралған жас баласы бар аналар үшін өте қиын. Сонда да құрбым екеуміз әйтеуір тырысып келеміз. Қазір екеуміз де білім жетілдіру мақсатында арнайы педагог мамандығында оқып жатырмыз. Балалармен жұмыс жасау жайлы тренинг, лекциялардан қалмай жүрміз. Менің жеке бизнесім жақсы.
құрбым да жеке шығармашылығын дамытып жазумен айналысады. Екеуміздің де тағдырымыз ауыр болса да, көп қиындық көрсек те, адамдық адалдық қасиетімізді жоғалтпай, өмірдің көк мұхитында бір-бірімізге сүйеу болып қатар жүзіп келеміз.